Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Айгерім. Бүгін үй жағдайында 2 ағзаттан тұратын балмұздақты әзірлейміз. Бізге қажет заттар сүт және балмұздақтың құрғақ қоспасы. Алдымен ыдысымызға сүтімізді құямыз. Оның үстінен құрғақ қоспаны саламыз. Менде фисташканың дәмі бар қоспа, немесе басқа дәмі бар қоспаларды алсаңыздар болады. Миксердің көмегімен аз жылдамдықтан бастап жоғарғы жылдамдыққа дейін қою масса пайда болғанша біртіндеп араластырып шығамыз. Осындай қою масса пайда болуы қажет. Қоюлығы осындай болу керек. Енді ыдысымызға балмұздақтың қоспасын құямыз. Мұздатқышқа салып қоямыз мұздағанынша. Менде жарты тәулік, яғни жарты күн тұрды. Міне достар, балмұздағымыз дайын болды. Енді қасықтың көмегімен алып ыдысымызға саламыз. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер, өте оңай рецепт. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Және қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта әртүрлі рецепттермен бөлісетін боламын.